Нұрбөбек балабақшасында тәрбиеленетін 150 бүлдіршіннің бүгінде 135 ғана келіп жүр дейді меңгеруші. Жылда қыркүйек айының 20-сына тақау берілетін жылудың биыл кешіктірілуінен балалар бірінен соң бірі сырқаттанып қалып жатқан көрінеді. Отсутствие тепла связано. Жылу берудің кешігуі маңайымыздан салынып жатқан спорт сарайына құбыр тартуға байланысты. Соған қарамастан, осы 10 күн бойы 20 градус жылылықты өз күшімізбен ұстап отырмыз. Яғни балабақша қызметкерлері бүлдіршіндер тоңып қалмас үшін барлық бөлмелерге 10 күннен бері арнайы жылыту құрылғыларын қолданудан басқа шаралары болмағандарын айтады. Только в теплотрассу запустили. Здесь еще не может быть. Но по теплотрассе пошли. Ал атқамінерлердің сөзінше балабақшаның жылу құбырларын сол маңайдағы құрылыс қарқынына байланысты биылдан қалмай ауыстыру қажет болыпты. Сондықтан жылу магистральдарының қуаттылығын арттыру жұмыстарынан бірнеше нысанға жылу кешіккен дейді. Ал күн әбден суытқанша барлық жұмыстарды дереу аяқтау қажет болған. Проводилась большая реконструкция сетей. 900 метрлік құбырды ауыстыру жұмыстарын жүргіздік. Қыркүйектің 30-на дейін жоспар болған еді. Бірақ біз 2 күн ертерек жұмыстарды соңына жеткізіп, 2 күн бойы құбырлармен жылу барып жатты. Өйткені балабақшаны қамту үшін бірнеше күн қажет еді. Ақжағалардың сөзінше тек соңғы қалған 3 балабақшада ғана жылу кешіктіріліп берілген, ал жылу батареяларындегі температураның жоғары көтерілуіне бірнеше күн қажет болды дейді. Десек те мәжбүрлік шаралары қыстағы аяздарда тоңбау үшін жасалды деп отыр.